бүйтіп қысады ғой, мына жерді қысып ше. Сенің аяғың бүйтіп, мына жерде бүйтіп тұрғанда бүйтіп ұрады ғой. Сонда жыныстық қатынаста сізге күш қолданды ма, жоқ па? Осылай ұрдым ғой, көзіне дейін. Көгерген дақтарды кім суретке түсірді? Өзім түсірдім, ертесі ровдыға бар. Жаныңыздан артық көретін қызыңызды бөтен бір адам мал бақтырып, ұрып, теуіп, кемпірсің десе, сізге сол жақсы ма? Сен мына эфирге бар ғой, сен мені қара бет қылу үшін келіп отырдың ғой, білесің ба? Сен мына эфирге бар ғой, сен мені қара бет қылу үшін келіп отырдың ғой, білесің ба? Амансыздар ма? Алматы телеарнасының эфирінде шешімі бар ток-шоуы. Студияда сіздермен бірге мен Дәнеш Асқарбекұлы. Отбасымды ойран қылды. Құдай қосқан жарымды өзге емес, өз досым зорлап кетті. Жаркенттік азамат Нұржан Тұрдыкеев осылай деп бізден көмек сұрады. Айтуынша, жайлауда жүрген жарына жанындағы досы қол салып, абыройын айрандай төккен. Енді оны жазалауға ниетті. Алдымен экранға назар аударайық. Бұл жаға ұстатар жағдайда ести сала біз Жаркент қаласына жол тарттық. 800 шақырымды артқа тастап, Нұржан Тұрдыкеевтің үйіне жеттік. Таңнан кешке дейін мал қарап, жан бағып жүрген азаматтың көзінде мұң, көңілінде өшпес өкініші бар. Аяқтан келген ғой, мәшінесі көшеге тоқтаған. Әйел мына жерде мал жайып жүрген ғой, сонымен ол жігіт мас болып жатып келеді. Әйелімді шақырады біз ғандап ше. Звондағанда әйелім келеді ше. Сонымен енді осы жерде зорлайды ғой. Қожалықта жүріп, әйелімнің етегіне қожалық етті. Бөтен емес, асымды ішіп, бетіме күліп, бүйіріме біз сұққан жан досым дейді Нұржан Тұрдыкеев. Мысалы сол жігітті мысалы дәл сондай істеді ме, соны до конца орнына қою керек те менше. Мысалы ол мысалы бүгін істеді, ертең тағы қойш, тағы ақша беріп жауам дейді, тағы біреуді сөйтіп істейді де, біреудің семьясын барып бүлдіреді. Бұл оқиғадан соң айрандай үйіп отырған отбасының шаңырағы ортасына түсті. Әйелі үйден қашып, кінәлі бостандықта жүр. Студияға Нұржан Тұрдыкеев шақырамыз. Қош келдіңіз. Нұржан, мәселенің мән-жайын жаңа экраннан шет жағасын білдік, енді өз аузыңыздан естісек деп отырмыз. Бұл қашан, қалай болған жағдай? Бұл осы наурыздың 5-інде болған, 5 пен 6-ның шама арасында ғой. Мен өгілді малды реттеп беремін да, мен кеш жақын жылқы көруге барам ғой. Бір жерге 5 пен 6-ның арасында шығып кетем үйден. 5-те. Сол кезде 5 пен 6-ның арасында жігіт келеді. Ол жігіт ошын мас болып келген үйге. Сонымен әйелім қораның арт жағында жазықта мал қайырып, қораға амайын деп, еткен кезде ана жігіт шақырады, алдап сұмдап. Білген істеп кетеді ғой базға. Одан мен 20 наурыздың 22-сі білемін. Сонымен келген кезде телефонды ашып қараймын, ошын черныйда тұр. Әйеліме жазған екен, қорқытқан әйелімді. Ошын Нұржанға айтсаң, екеуіңді ажырастырып жерем, бүйтем деп әйелімді қорқытқан. Ол маған әйелім айта алмай қорқып жүрген ғой. Сонымен мен кейін айтам да, звондаймын телефонға. Жауап бермейді, көтермейді. Сонымен кейін WhatsApp-пен жазып, Нұржан саған қарайтын, бетім жоқ дейді ғой. Ол жігіт сіздің досыңыз екені рас па? Иә, досым 4 жыл араласты ғой. Мен сол фазендаға малға бардым. 4 жылдан асты ғой. Сол жерде жүргенбіз араласып бірге. Енді үйге келіп тамақ ішіп, енді араласып жүргеннен мен ондай арам ойын білмедім ол жігіттің. Ол ондай арамдығын істейтін болса, мен үйге жолатпайтын едім да. Қойымда жатқан қатыным, мысалы мен үйтіп істейді деп ойламаймын. Мысалы 7 жыл болды ғой тұрып жатқаныма. Үйтіп істейді деп мен ойламадым. Десем, ошын өш жерлері ұрған ғой. Көккөмек олмай вообще білмедім. Кімді ұрған? Әйеліңізді ме? Сол ұрып істеген ғой енді. Сонымен мен оны білмеймін. Вообще оны ойымда жоқ қой енді. Сонымен кейін өстіп Нұржан мен саған бір не айтсам, не мынаған қарашы, өстіп істеді деп көрсетті маған. Мен сразу телефонға түсіріп алдым, Ровдыға бардық, Ровдыға барып еді. В общем, жазғаннан кейін жігітті мойындады енді, иә, болдым деді. Сіздер полицияға арыз жаздыңыздар? Жаздық. Қашан жаздыңыздар? Біз наурыздың 28-29-ма барып жаздық қойдым походу. Енді осы жерде студиядағы сарапшыларымызға бір сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде қос бірдей психолог, психотерапевт мамандар бар. Қалай ойлайсыздар, мынау досым деп отырған адам
оның бір жарына қол салып осылай айуандықпен зорлап кетті дегенге қаншалықты сенуге болады? Сіздер не дейсіздер? Енді ішімдікпен болған дүние, ол ішімдік дос болсын, ол нәрсенің мүлдем айырмашылығы болмайды. Ол мас состояние болған. Ішімдіктің өзі патологиялық та түрі болады. Арақ ақылдан алжастырады ғой. Тіпті өз-өзіне пышақ тығып немесе жаңағы қарсыласқа пышақ тығып өлтіріп қоятындай жағдайлар болады. Сондықтан да бұл нәрсеге толыққанды сенуге болады, но бірақ дәлел болса ғана. Ал енді дәлел болмаса, жай сөзде болуы мүмкін. Сондықтан да дәлел болса, ол ішкілік, ішімдік ол нәрсеге алып келетіні рас. Әртүрлі қылмыс маскүнемдік жағдайда жасалатын болса, ол қылмыстық жауапкершілікті ауырлататын мән-жайлар болып танылады. Сіз әйеліңізбен ара қатынасыңыз қандай еді? Бұрын әйбет болған. Неше жыл бірге отбасы құрдыңыз? 7 жыл болды ғой. 7 жыл, иә? Ал жаңа айтып тұрсыз ғой, досымен бірге WhatsApp-тағы перепискасын оқып қойдым. Досыңыз жаным, күнім деп жазған. Сол кезде әйеліңіз қалай жауап қайтарған? Ол мазалап жүрді деді. Мазалағанда әйеліңіз қандай? Не жазған? Мазалама? Жазған жоқ, әйелім ештеңе жазған. Ештеңе жауап қайтарған. Мен ғана жауап бердім. Ол кезде әйелім телефоны, мен өмірімде әйелім телефон 7 жыл шығып көрмеген. Сол кезде кездейсоқ өзім көкпардан келгем жаурап. Сонымен тамақ ішімде пештің түбінде жатып, сонымен қарасам әйелім телефон жатыр екен. Мен көрейінші деп алып, сонымен қарай салайыншы WhatsApp-та кімдер бар екен деп естім. Сөйтсем бұл тұр екен, черныйға тапсапты. Сонымен ашам. Сонда сіз бұрын соңды әйеліңіздің телефонын ашып шықпаймын. Мен өйткені әйеліме сенемін. Қалай танысып едіңіздер? Осым телефонмен таныстық, одан кездестік, одан кейін 2 күннен кейін алдым ғой, үйлендім. 2-ақ күн танысып, бірден үйлендіңіздер. Сіз алып қаштыңыз ба? Иә. Жақсы. Жалпы келіншегіңізбен өзіңіздің қарым-қатынасыңыз қандай? Бұрын жақсы болған. Осыдан кейін екеуміздің арамызда алшақтап кетті ғой уже. Оған дейін 7 жыл бақытты тұрдыңыздар ма? Иә, әйбет тұрдық. Жақсы, бір-біріңізге сыйластық, арада қимастық бәрі болды дейсіз. Әлі де бар ғой. Әлі де бар, сіз тарапыңызда. Енді бір сұрақ. Ананың әйелі анамен жатыпты деген әңгімені естіп жатсыз, сонда ол информацияны кім таратып жатыр? Жоқ, мен өзім өткен кезде бұл оқиға болғаннан кейін мен өзім іштім. Стресте. Адамдарға айттыңыз ба? Жоқ, осым дос балам сұрады, не қылып жүрсте өстіп. Осындай жағдай болды. Өзіңіз демек, оны өзіңіз айттыңыз адамдар? Мен ол жігітті, ондай жігіт емес ол. Мен ол жігітпен 4 жыл болған, мысалы, қатар отырмыз да ол, көрші. Ол мысалы ондай айтатын мен сенбеймін. Нұржан, айтыңызшы, әйеліңіз сізге болған жағдайда айтқаннан кейін сіз не істедіңіз? Мен айттым, жүр ровдыға дедім. Ұрыс керіс болған жоқ па? Әйеліңізді кінәлаған жоқсыз ба? Енді болады ғой енді. Мысалы, менде еркек болғаннан кейін, мысалы, менде намысым болғаннан кейін менде жібермеді намысым. Айттым, ұрыстым. Не дедіңіз? Не деп айттыңыз? Біраз ұрдым. Ұрдыңыз ба? Біраз ұрдым. Енді мысалы, осылай ұрдым ғой, көзіне дейді. Мен айттым, не істеп жүрсің дедім. Сен мен қарабет жасадың ғой дедім. Мен қарабет жасап кеттім ғой осы жерде дедім. Айтпайсың ба, болған оқиған болды деп дедім. Әйеліңіз мойындады ма? Иә, зорлады деп мойындады. Ұрғаннан кейін мойындады ма? Жоқ. Одан кейін. Қолы көгерген дедіңіз, иә жаңа? Әйеліңіздің денесі көгерген. Иә. Сіз оны оқиға болғаннан кейін көрдім мен. Шамамен 10 күннен кейін көрдіңіз ба? Болған жағдай 5-інде. 5 мен 25-ның арасында 20 күн бар. 20 күн әйеліңізбен бірге жатпай, қызыңызбен жаттыңыз ба? Жоқ, реніш деп отыр ғой. Бұл деген жазуда, мысалы, мен кешіріңізші, басқаша қойын сұрақты, оқиға 5 күні болды. Енді осы 20 күннің ішінде сіз әйеліңіздің денесінен қандай да бір дақтарды таппадыңыз ба? Мысалы 21 наурызға дейін. Көрмедіңіз ба емес, көрмедіңіз ба? Өйткені бұл іздеген жоқ қой. Бірақ 18 күн өткен арада сіз ешқандай ренжуге хақыңыз жоқ, өйткені информация болған жоқ ол кезде сізде. Сіз информацияны білдіңіз 22, 23, 25-інде. Ол аралықта неге әйеліңізден бөлек жаттыңыз дегенім маған, ол өзіңіздің проблемаңыз. Бірақ бір нәрсені білу керек та, еркектер де, әйелдер де. Егер еркекпен әйел бөлек жататын болса, демек ол арада отношение суып кеткен. Немесе бір қандай да бір сенімсіздік. Сенімсіздік ол кезде менің
сенімсіздік деген ол дұрыс емес. Сенімсіздік емес. Біз бір нәрсені анықтауымыз керек. Мысалы, қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда. Қазір осы тақырып арқылы біз жастарға да параллельный информация беруіміз керек. Егер ерлі зайыптар бөлек жататын болса, олардың арасындағы отношения суиды. Демек, бұл кісі ол нәрседен хабарсыз болған, 5-інде зорланған. Бірақ 22-сіне дейін бөлек жататын болса, демек олардың арасында бұрында қатынас дұрыс болмаған деген сөз. Егер ол әйелге, енді айтып алайын, егер әйел постоянно бөлек жатқан болса, мен ойлаймын, ана кісімен де жатқаны ол қатты күштеген немес сияқты меніңше. Неге? Өйткені әйелге керекті нәрсені сіз бермегенсіз. Внимание болмаған деп ойлаймын. Ол кезде мен екі балам басына грибок шықты, жара. Мен солмен жүрдім. Апарып емдетіп, қаратып. Түнде жүрмейсіз ғой енді бірақ. Түнде жүрмегенде ол біреуін әйелім қарады, үлкен ұлымды. Қызымды қызым ол мен десе, ол жанындағы ешкімге жолатпайды. Мынаны айтыңызшы, сонда сіз әйелім менен қорқады, маған сенбейді, менен көп нәрсесін жасырады деп ойламайсыз ба? Жасырса жасырады шығар оны. Неге жасырады деп ойлайсыз? Білмеймін, ойлағаным. Бірақ бұрын жасырмайтын. Жалпы сіз әйеліңіз екеуіңіз ашылып сөйлесесіздер ме? Сөйлесеміз ғой. Бірақ мен өзім көп мен өзім мысалы былай бала шағаның жағдайын жасап жүргенде мен қазір өзім былай біреудің малын бағып жүрсем де арасында мал алып мал сатамын да. Сол бала шағаның жағдайы деп мен соған көбінесе бала шағаның жағдайы. Мен өзім жоқшылықты көрген адаммын да. Бала шағаның жағдайын жасап берсем деп соған жүгіріп жүрген ниетім болған. Үйден гөрі сонда түзде көбірек жүретін болып тұрсыз ба? Мысалы, жоқ үйде болам. Көбінесе үйде болам. Бірақ арасында мысалы мал шығып қалса мен шығып барып көріп қайтып келіп жүремін. Бірақ әйеліңіз үйде бала қарап отыр ғой, жұмыс істемейді? Жұмыс істемейді, мен ғана жұмыс істеймін. Мен жарпат 130 мың теңге, соны аламын, болды. Жақсы, дәл осы жерде сіз өзім досым деп айтқан және менің әйелімді зорлап кетті деген адамды біздің түсірілім тобы арнайы іздеп Жаркент өңіріне барған еді және ол кісімен тілдесудің де сәті түскен болатын. Назарларыңыз экранда болсын. Бұл телеканалдан бізге Ерсіннің үстінен Нұржан деген адам хабарласты. Білесіз ғой, мәселенің ақ-қарасын, білесіз ғой, не болғанын, жағдайдың барлығын. Сізбен кіріп сөйлессек бола ма, апа? Кірсек бола ма, апа? Сіздің рұқсатыңызбен бізге Нұржан есімді жігіт хабарласты. Сіз жағдайды білесіз ғой, әйелімді зорлап кетті деген сияқты. Шағыммен сондай. Олдың бәрі шешіліп, атым заман қайбол, не нақ болған ол. Бәрі жала болып кеткен. Өздеріне аған, өздерінің кінасы өздерінің аған. Оның кейін білмеймін. Не істеген сонда Болат аға? Білмеймін. Білмеймін. Бірақ не аған ол, шешілген ол. Жала жапқан ба сонда? Әйелді зорламаған, е? Жоқ, ондай әйел, жоқ. Ондай менің балам ол жуас. Бізге сіздің досыңыздың ата-анасы шағын ғана осылай пікір берген екен. Және өзіңіз естіп отырғандай, сіздің айтқаныңыздың бәрін жала деп отыр. Жала емес. Сіз керісінше Ерсінге жала жапты деп отыр. Жала емес. Өйткені біз ана неге Роудаға барған кезде, берген кезде, арыз жазған кезде, сонда Ерсіннің өзі мойындаған оны. Кім мойындады? Ерсін. Жаттым деді ғой. Жаттым деді. Жаттан мойындады. Жаттым деді. Мен қатыстырмай қойды ол жерде. Мысалы әйелім екеуі ғана болды. Мені шығарып тастады ғой, шық, сен қатысың жоқ. Өйткені мен әйелім... Шағымданушысыз ғой, не yapsақ? Осы жерде заңгер мырза сізден сұрайықшы, бұл кісі жәбірленуші тарап ретінде ол қаншалықты мүмкін тергеу тарапына ісіне қатыстырмау? Біріншіден, бұл жыныстық бостандыққа қарсы қылмыстар ғой. Мына зорлау қылмысы. Зорлау қылмысында жәбірленуші ретінде күйеуі танылмайды. Жәбірленушінің өзі танылу керек. Яғни әйелі барып полицияға арызданады. Сосын полиция өкілдері сол арыздағы мән-жайларды тексеру үшін тергеу әрекеттерін жасайды. Яғни жаңағы жігітті шақырады, одан түсініктеме алады. Егер сол түсініктемеде жігіт мойындаса жатқанын, яғни жыныстық қатынасқа түскен, өз еркімен болғандығын расталатын болса, онда қылмыстық істің белгілері болмайды. Ал біздің қолымызда сіздің жаңағы бұрынғы досыңыздың аудио хабарламасы бізде бар. Біз ол кісімен хабарласқан едік, соны бір тыңдап алайық.
Сосын үйге шақырды ма сені? Иә. Сен оны зорлаған жоқсың? Жоқ. Айжан, сіздің жұбайыңыз өзі шақырды деп отыр кездесуге. Сенесіз бе? Мен сенбеймін бұған. Яғни сіз әйеліңізге сенесіз? Иә. Сенесіз бе? Мен сенбеймін бұған. Яғни сіз әйеліңізге сенесіз? Иә. Нұржан Тұрдыкеевтің әйелін зорлады деген Ерсін Молдабек өз шындығын айтты. Жарнамадан соң жалғастырамыз. Яғни бұл жерде жігіт мойындап тұр өзінің жыныстық қатынаста түскенін. Бірақ біз бір мән-жайды білу керек. Бірақ мұны келісіммен, біз өзара келісіммен болдық деп. Иә, сол жерде егер ол алдап жыныстық қатынасқа түсетін болса, мысалға мен саған үйленемін, мен саған машина сатып алып беремін, үй сатып алып беремін деп жыныстық қатынасқа түсетін болса, бұл жерде зорлау фактісі болмайды. Ал келесі мәселе, зорлау фактісында дене жарақаттары болса, ол медициналық сараптамаменен бекітілу керек, арнайы. Яғни тергеушінің, құқық қорғау органдарының, полиция өкілдерінің жолдамасыменен барып, тиісті түрде нақтыланып бекітіліп қалу керек. Дәл осы жерде дене жарақатының бар екенін біз көрдік. Және сұрайын дегенім, әйеліңіздің денесіндегі көгерген дақтарды кім суретке түсірді? Өзіңіз түсірдіңіз? Өзім түсірдім, ертесі ровдыға бардым. Одан үстінде киген киімі де жыртық. Ол жыртық киімдерді апардыңыздар? Апарып көрсеттік. Полицияға арыз жазды әйеліңіз. Сол арыз жазған сәтте суреттерді бердіңіздер ма? Міне киім. Бірге бердіңіздер ма? Әлде полицияға арыз жазылғаннан кейін бірнеше күннен кейін бердіңіздер ма? Ертесі апарып бердік. Жоқ, сіз түсіну керексіз ғой. Полиция өкілдеріне арыз түскен кезде полиция сұрайды. Қандай сізде дақтар бар дейді. Қандай сізде қылмыстың іздері бар? Қылмыстық істің материалдарына тіркеледі ғой? Бақыт мырза, біз бұл мәселеге сәл кейінірек тоқталамыз. Менің қазір қызықтырып отырғаны, яғни менің түсінуімше, жаңа зорлық болды дегеннен кейін әйеліңіздің екеуіңіздің араңыз қарым-қатынасыңыз суып, тіпті екі бөлек тұрғанын айтып қалдыңыз, иә? Дәл осы жерде сіздің әйеліңіздің туыстарының пікірін білсек, біз ол кісілермен арнайы хабарласқанбыз, олай болса экранға назар аударайық. Енді мамаларда енді әркім өз баласын жамандыққа қимайды ғой. Мамаларда Айжан кінәлі емес деп, барлық туысқандары да Айжан кінәлі емес деп отыр, енді оны кім білсін енді оны. Сонда Айжан да кінәлі емес, жаңағы Ерсін да кінәлі емес, ортада Нұржан барлығына әйелін қызғанып, жала жауып, өзінің ұрғанын соған жала жауып отыр ма? Сол ғой. Экранда сіз туралы жағымсыз пікір айтып отырған адамды танып тұрсыз ба? Ол кісі кім болады? Ол кісі мен қайнатамның балдызы болады. Қайнатаңыздың балдызы, иә? Енді ол кісі мүлдем кереғар басқа пікір айтып жатыр. Мен ақ кінәлі болайын дедім ше, өтірік болса жала жапсам дедім. Ал мен до конца басына ақиқатты білгім келеді, ашқым келеді, көргім келеді. Мысалы мен әйеліме, мысалы сенгенде мен осыны істеп отырмын да. Бұл сұраққа меніңше тек жалғыз адам ғана жауап бере алады. Және сол кісі бізбен хабарласып, тілдесіп сөйлескен едік. Экранға назар аударып, жауабын тыңдайықшы. Айжанның өз шаңырағынан безіп, туыстарын паналап жүргеніне айдан асыпты. Айтуынша отағасымен бірге тұрған 7 жылда көргенім жақсылық емес, жоқшылық. Күннің ыстығы мен суығында, малдың соңында малша өмір сүрдім деп кейейді. Біз көп ұрсатымызда, негізі шып, баяғыдан 2 жыл болдысы. Қыз ұлым босанғаннан бастап көп ұрсатын болдық, ақша мәселесі сөйтуші. Одан кейін көп ұрсамыз, ақша үшін, мал бақпаған үшін ұрсатын. Анау бағын мал бағып жоқ, анау сияқты мал бақпайсың ба, бүйтпейсің ба деп ше. Мал бақпасам, қыстың өзінде мал бағып шықтым мысалы. Биыл қыста өзім мал бағып шықтым.
қызым жарайды емдеп жүр ғой дедім. Ол болса да малға шығарып жібереді ше. Мен екеуміз көбіне баяғыдан ұрыса береміз. Ренж шықпаса, ұрысып қалсақ 1 ай сөйтіп 2 ай сөйлемей қояды, қарамай қояды бетіңе ше. Сосын ұрысып қалсақ әке шешемнен боқтап шығады. Әке шешең анандай мынандай. Сен деген түкке жармағасың бір нәрсе деп шығады. Сен кемпірсің, бір нәрсесің деп, біресе осы сен ешкім жақтыртпайды, бір нәрсе деп айтады. Бір жерге барайын десең, сенімен жүру ұялам деп айтады. Нұржан, сіз әйелім осы уақытқа дейін жұмыс істемеді деп едіңіз. Жоқ, істемейді. Айжан бізге мүлдем басқа дүние айтты. Мысалы, енді бір не болғаннан кейін, ол да мал, мысалы, мен айтамын, мысалы, бүгін малды қарайсам, мен барып мал көріп келейін. Мысалы, мен бір зарплатқа, мысалы, 130 мың. Ол бала бағудың арасында әншейін барып сый салатын дүние деп тұрсыз ғой. Көре салады ғой, поляда жатыр, жанында ғана жатады. Поля қыста ашық болады, поля. Сол барып көреді, қайра салады. Мен, мысалы, енді өзім бір зарплатқа өмір сүргеннен кейін, мысалы, жете алмайды ғой, ештеңеге жетпейді былай қарап тұрсаң. Ұрып соққан туралы не айтасыз? Енді ол семья болғаннан кейін кейде болады ғой, ұрыс не ол, жанжал ол. Иә, мен әйелін тыңдағаннан кейін мен үшін барлық жаңағы карта раскрыта дейді ғой, шыны керек бұл жақта ара қатынас суып кеткен. Енді сіз үйленген кезде әйеліңіз небәрі 16 жастағы қыз болды. Енді қазір әйеліңіздің сөзіне қарағанда ешқандай өмірде қандай қыз бір не сыйладыңыз әйеліңізге? Ол қыз болып, қыз жасында сізге тұрмысқа шыққан қыз. Осы қазір 7 жыл болды. 7 жылда сіз өзіңіз оған не бере алдыңыз? Көбінесе измена тақырыбы сол ара қатынас суып кеткеннен болады. 16 жаста ол мүлдем қыз кезінде. Одан бері ешқандай қызық көрмегендіктен, мен ойымша, әрине әйел адамды жан-жақтан уже көңіл іздей бастайды. Сондықтан бұл ешқандай да зорлық емес. Мен ойымша, уже әйеліңіз до того ішіндегі күйзелісте жүргеннен, басқа біреуден жаңа көңіл іздегеннен сондай болды деп ойлаймын. Келісесіз бе? Жылу іздегеннен, мейірім іздегеннен. Ал дәл қазір өзінің шындығын айтуға келіп отырған сіздің жарыңыз Айжан шақырамын студияға. Сәлеметсіз бе, Айжан? Айжан, не үшін жылап кірдіңіз? Неге жылап отырсыз? Просто ана жақтан естіп көңілім босап кетті. Сіз Нұржанға 16 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз ғой, иә? Қалай тұрдыңыздар? Басынан нормально тұрдық қой. Аяғыңыз ауыр болып тұрмысқа шықтыңыз ба? Жоқ, үйленгеннен 6 айдан кейін көтерді. 2 күн танысып, сосын күйеуге шыққаныңыз рас қой, иә? Иә, уже алғашқы махаббат. Неге асықтыңыз? Неге 2-ақ күннен кейін келістіңіз? Білмеймін, әйтеуір. Енді ол тағдыр ғой, енді ол өтіп кеткен нәрсе емес, болатын дүниені қозғаған дұрыс қой деп ойлаймын мен. Сіздің көз жасыңызға қарағанда сіз қазір осы бәрі өткенге өкінетін сияқтысыз. Бәріне өкінемін қазір. Бәріне деп нені айтып отырсыз? Бүкіл нәрсеге сөз 7 жылдың арасында. Енді біздің студияға келгендегі біздің басты мәселе сіздің күйеуіңіз менің әйелімді досым күшпен зорлап кетті дейді. Сол оқиға туралы айтып беріңізші. Бұл әрине бұл өте ауыр тақырып, түсінем, бірақ шындығын өз аузыңыздан естейікші. Шындығында басында былай болды ғой. Просто мен мазалайды да. Бір басына енді 1-2 апта сөйлестік, одан кейін қош болды деді. Сонымен ол жігіт мені мазалап, телефон соғып, скрытнеймен звондап, блокқа тығып тастасам, сөйтіп жазып, звондай беретін ғой, қант ішіп. Не деп сонда көңілін білдіріп жүр ме? Иә, мен сені жақсы көремін, әйелім жақсы көрмеймін деп сөйтіп айтатын постоянно ше. Қойды, мен блокқа тығып тастаймын, скрытнеймен звондайды, алмайтын болдым. Скрытнейіне бәрін блокқа тығып тастадым. Сонымен машинамен келеді ғой, просто сөйлесеміз деп ойлап, сонымен просто сөйлесіп отырып, не болып кетті да? Сол жерде зорлады ма сізді? Зорлағанды өзім қалай болғанын білмей қалдым да. Зорлаған жоқ. Сөйлесіп. Сонда келісіммен болған дүние ме, жоқ әлде зорлады ма? Егер сіз зорлады десеңіз, бүкіл Қазақстан алдында ол қылмыскер болады. Негізінде ол адам ше. Жоқ, мен өзім бардым машинаға, өзім отырдым, сосын әңгімеден бір-бірімізбен әңгімеміз жарасып, сондай болып қалды десеңіз, ол басқа дүние.
егер оны кешіретін болса қайтадан бас қосып жақсы өмір сүріп кетуге болады. Әркімнің де қатесі бар. Бұл кісінің қатесі сізге внимание бөлмеген, оны көріп отырмыз. Сіз ол нәрсені бұдан алмағаннан кейін ана жаққа кетіп қалып отырсыз. Сіз де судан таза сүттен ақ емессіз. Но бірақ екеуіңізден де қателік кетіп отыр. Бірақ шындықты айту керек та бұл жерде ше. Сол кезде күйеуіңіздің досы өзіңізге осылай жазып жүргені туралы күйеуіңізге неге айтпадыңыз? Досы болған соң айта алмадым. Күйеуіңізден қорықтыңыз ба? Просто күйеуім екеуміз сол кезде сөйлеспейтінбіз. 2 ай сөйлеспедік қой. 2 ай бірге жаттық. Солай. Бір шаңырақ астында тұрасыздар, бірақ сөйлеспейсіздер. Солай болды ма? Біз ұрысып қалсақ вообще сөйлеспейміз. Даже мен қолымнан тамақ жей ішпейді ғой. Жоқ, сонда өз еркіңмен жаттың ба соны? Айтшы, өз еркіңмен жаттың ба соны? Айтшы, өз еркіңмен жаттың ба соны? Мынандай сөздер бар да? Сонда осы, яғни сіз көлікке барған кезде өзім не болған білмей қалдым дедіңіз. Не, просто әңгімелесеміз деп ойладым ғой мен. Сонда сезімге беріліп кеттіңіз ба? Бұл қалай болды сонда бұл? Мен бәрін Нұржанға өзіне түсіндіріп айтқан маған негізі. Не айттыңыз? Бәрін басында айтқан, біз ажыраспай тұрып, болғаннан кейін білгеннен кейін жазуды оқығаннан кейін айтайын деген өзі тыңдамай кетіп, менің жазған переписка, аудио бәрін бүкіл елге жайды ғой, тураша. Жайғанда әкеңе көрсеттім мен сені. Қойшы, әкемен емес, бүкіл әлемге жайдың ғой. Әкеңмен? Көрші, көрем, әдек бәрін айтшы. Әкеңмен ғана айттым, әкеңмен бауырыңа айттым. Бауырым айтқан жоқсын, ағаш әпкеме. Оларға көрсеткен жоқ, бар ғой мен телефон тұрғы сақталып тұрғы. Маған сенбеді, маған ешқайсы сенбеді, сен жала-жау отырсың маған. Түсінікті, енді сіз таратқан екенсіз. Сіз не деп айттыңыз сонда? Сіз не түсіндірейін деп едіңіз? Жоқ, бәрін адам құсап ашық айтайын, ешкімге айтпай, осындай болды, енді қателікпен істептім депші. Қателікпен істеп қойыппын деп айтайын деген негізі. Бірақ өзі тыңдамай қойыппын. Сен әкешің сенбеді ғой. Демек енді зорлық болған жоқ, бір сезімге беріліп. Иә, оны да білді өзі, оны да білді. Білген жоқ, мен білген жоқ. Оны білсем бір ғой, мен бар роботқа барып жаздырмайтын едім оны. Қойшы, сен ғой роботқа жаздыр. Онда болды, ақиқатқа жеттім ғой олда. Ой, бәрсен баяғыдан білесің ғой сен. Отырыңыз. Сіз енді ақыр осында шындық іздеп келдіңіз бе? Болды, соңына дейін шындықты. Рахмет болды, Айжан. Кетіңіз. Рахмет, мен саған сенгем. Ой, қойшы, сен баяғыда білдің ғой. Неге сендіңіз? Сен бүкіл менің жазғанымды бүкіліне тараттың ғой, тағы екеуміз ажырасып кеткеннен жазған жазысының бәрін тараттың ғой, бауырларыма. Сотқа айтқан мен ажыраспаймын. Мен сізге бір сұрақ қойыншы. Қашан ажырастыңыздар? Әлі ажырасқандық, кеше бірінші сот болған, қатыспады ғой. Мен айттым, ажыраспаймын, бас тартамын дедім. Неге сіз ажыраспайсыз? Кім ажырасу туралы кім сіз әйеліңіздің сообщениясын елге таратқан кезде сіз уже білдіңіз әйеліңіздің намысын жерге таптап. Негізі отбасының ішінде болып жатқан отбасының ішіне кешектеп енді сіз өзіңіз намысын таптап қайттан бұлмен еще ажырасқыңыз келмей ма сонда? Жоқ, енді бұл маған айтпай қойды ғой. Жоқ, біледі. Зорлады деді, зорлады деді. Әке шешеммен алдынан 4 күн жүріп кешірім сұрап әкет, жарайды болыпты. Бала ғой бірге не болып қалған шығар. Сонымен келіп бұл сол перепискалардың бәрін тараты бүкіл туған туысқандар не Нұржан өзіміздің арамызда. Сіз сонда сол перепискада не айттыңыз? Мен емес, өзінің жазған өзімен, соның баламен жазған жазысын, соның баланың сөзін жіберді. Мен жазған жоқпын. Өзінің екеуінің арасында, досыменен өзінің арасында переписканы жіберді ма басқаларына? Иә, екеуі сөйлесті. Мен сөйлескен жоқ, екеуі сөйлесті. Телефонда тұр ғой міне, бар ғой. Осы жерде заңгер ретінде сұрайыншы, тіпті мейлі әйеліңіз болсын, күйеуіңіз болсын, сол адам туралы басқа адаммен болған осындай хабарламаны басқаларға тарату бұл қаншалықты заңды? Ол болмайды өйтіп негізі. Өйткені бізде заңда... Бұл адами заңдылықта әрине... Жоқ, бұл құпия болып танылады. Яғни бүткіл жазбалар, отбасында болған қатынастар, оны үшінші тұлғаларға жариялау, ол рұқсатынсыз. Ол тыйым салынады оған. Менің жазған переписка, аудио бәрін жайды отырса. Бірнеше айдан бері келіншегін зорланды деп ойлап келген Нұржан мен Айжан отбасын сақтап қалалама, әлде олардың қарым-қатынасына осымен нүкте қойылама? Жарнамадан соң білеміз.
енді осы жерде мынандай сұрақ туып отыр. Яғни ешқандай зорлау болмады. Бұл өзара келісіммен болған дүние болса, күйеуіңіз айтып отыр, 10 күннен кейін, 20 күн өткеннен кейін денеңіздегі жарақатты полицияға дәлел ретінде апардық деді. Сонда ол жарақатты кім салды? Жыртылған киім де бар. Күйеуіңіз салды ма, жоқ? Басқадан ба? Жоқ, ол кезде былай ғой. Енді сөйлесіп отырып неткенде былай қысып нетіп ұрыпша, енді түсіндіре алмаймын аға мен онша. Денеңіз қалай жоқ, сізді ұрып соқты болса қатты удар болған ғой ол. Түсіндіре беріңіз, шамаңыз жеткенше. Бүйтіп қысады ғой, мына жерді қысыпшы. Сенің аяғың бүйтіп, мына жерде бүйтіп тұрғанда бүйтіп ұрады ғой. Қаншалык енді өзім. Кім ұрды? Сол балашы. Ұрды сізді? Ол просто ол баланы кінәлағым келмейді да, семьясы бар, еще әйел ауыр аяқ екен. Жоқ, сіз өзіңізді ұрған адамды кінәлағыңыз келмей ме? Сонда жыныстық қатынаста сізге күш қолданды ма, жоқ па? Конкретно айтсаңызшы, нақты. Әлде байқамай жатып қойдыңыз ба? Айжан, жауап беріңізші. Айтып отырмын ғой өзім. Әлде бір күйзеліспен бардыңыз ба? Иә, күйзеліспен бардым. Өзіне де айтқам Нұржан. Өстіп күйзеліп жүрмін Нұржан деп. Ұрысып қалсақ елге жаясың. Постоянно ұрысып қалсақ елге айтады. Ұрысып қалсақ елге айтады. Сосын ана не бар да? Бірнеше болса Алматыға келеміз, мысалы киіміміз жоқ қой. Бір-екі ақ киіммен барамыз. Туыстар айтады, неғып киім алып бермейді, Нұржанға айтпайсың ба деп. Бұған айтсам, ой, тек саған не керек киім деп айтады маған. Мен де мына жерге бауырым киім киіп отырмын, киіп отырмын. Мен сен жеңген киім киіп отырмын ғой қазір. Енді көбінесе осыдан болады. Жоқ, соғы, мен айтам, бір киім алайықшы, бір ел құсап жүрейікші, бір жарайды ақшасы, мен мал жинаған қайтынайын деймін, мал. Просто адам құсап отырып сөйлесек, адам құсап жүрейік, бір мейірім төгшім деймін ғой. Бөлек жатамыз, о не, қызын құшақтап ап жатадық. Бірнесе болса теріс қарап жатып алады, ренжісе теріс қарап сөйлемейді, 2 айлап, 1 айлап сөйлемей қояды. Маған оның не қажеті бар деп өзімнен айтам, Нұржан, қойшы, адам құсап сөйлесейікші деймін. Мысалы, продукты барсаң, ақшаға айткенмесе, оған не етеді, ақша көміп жұмсалып кетсе, о, шындай ашуланады. Нұржан, әйеліңіз жаңағы сіз берген ақшаны өзінің төркініне тасыған кезі болды ма? Жоқ. Продукт алып келген кезде оны басқа біреулерге таратты ма, әлде өздеріңіз жедіңіздер ме? Үйде ғой сол. Өзіңізге, иә? Ол үшін неге ашуланасыз сонда? Біздің үйде бар ғой, бір артық ақша шығуға болмайды ғой. Ақша тұрады, 100 мың, 200 мыңдап тұрады. Алғысамның өзі бар ғой. Жоқ, ол жоқшылықты көрсеңіз не болып? Кім көрмеді жоқшылықты? Мысалы, ертесі, мен сабаққа шешемнің аяқ киім киіп барған. Енді қараңыз, өзіңіз көрген жоқшылықты өзгеге де көрсету керек па сонда? Жоқ, енді ол мысалы екеуміз мысалы енді семьямыз ғой енді ол. Вот именно семьясыз. Ертесі мысалы Құдай сақтасын мысалы мен кетіп қалатындай жағдай, Айжан кетіп қалса да ертең мысалы бала-шаға кішкене. Сіздің жинаған 100 мың теңгеңіз бала-шағаңызды асырайды деп ойлайсыз ба? Или қабіріңізге алып кетпексіз ба? Алып кетпейміз, ол балалар үшін балалардың жағдайын жасап жатыр. Балаларды қалай жағдайды жасайды? Күліп ойнап жүргеніңіз балалар үшін жағдай емес па? Күнде қырылып жатып ақша жинаған сізге балаларға жағдай жасаймын деп ойлайсыз ба сонда? Балаларыңыз аспаннан салбырап түспеген шығар. Оның дүниеге келуіне бір адам себепші бар шығар. Ол адам алдыңызда отыр ғой. Қанша көз жасы бар. Өзіңізде ертең қызыңызды дәл осылай жылатып, қақсатып, сылатып алдыңызға алып келсе бір бөтен бір еркек. Сізге сол приятно ма? Жаныңыздан артық көретін қызыңызды бөтен бір адам әйелдікке алып, мал бақтырып, ұрып, теуіп, кемпірсің десе, сізге сол жақсы ма? Сонда дүниеде жинаған байлығыңыз сол бір тиын болған жоқ па? Біреудің байлығын қазір сіз... Осы жерде ұрып соқты деп айттыңыз ғой, иә? Мен мына сіздің алдыңғы тістеріңіз де салынған секілді. Иә. Қосаған айын түсіп қойған ғой. Қызым ауыр аяқ, қызғаныштан дауыс көтеріп қойдым ба? Сонымен өзім таяқ жеп просто түсті. Бұлай енді ұрды, ұрмады емес, ұратын кездерде болып, ұрып, малға шықпасаң айғайлап бірнеше болса ұрысады. Сіз жұмыс істемейді деді ғой. Қалай жұмыс? Үйде отырдың ғой. Мысалы, мал байлап, мал сатып жүргенде сен өзің мал қара деп айтып кететін ғой. Мен мысалы сатып келем, үйтіп келем деп. Қойшы бәрі көрді ғой. Мамамдар да ұрысатын, неғып мал бағасын. Айжан, жолдасыңыздың бір жақсы қандай қасиетін білесіз? Айтыңызшы. Жақсы қасиетін ба? Басында үйленгенде 6 ай, 7 ай дегенде подарка сыйлайтын ғой. Бір жылдан кейін жоқ болып кетті ғой.
Мен сұрақ қойсам бола ма екен? Осы жерде айтып жатсыздар, айқай шу болады, қол көтеруге дейін барады деп, соның барлығы сонда екі баланың көзінше болады барлығы, иә? Балалардың әкесіне деген, анасына деген көзқарас. Үш бала. Үш балаларыңыз сол барлық куә ма сонда сіздердің жанжалдарыңызда барлығына? Соңғы нелерді үлкен балам көрді, екеуі енемде болды да, үлкен балам көрді. Соны үлкен балам қазір айтады. Қазірдің өзінде өзі біледі ғой, бармайтсы. Мамамдарға айтады екен, әкем бармайды, әкем мамамды ұрады, мені ұрады деп айтады екен. 3 балаларыңыз бар. Енді бөлек тұрып жатқандарыңызға қанша уақыт болды? 1,5 ай. 1,5 ай болды. Болады. Енді сіздің бүгін студияға келгендегі мақсатыңыз не? Қанша дегенмен орталарыңызда бала бар екен. Бала үшін қосыламын дейсіз бе, жоқ әлде осы жерде мен ат құйрығын кесемін дейсіз бе? Өзінен айтқанмын, қосылмаймын. Ол мен осы жерден тоқтатамын. Ой, Нұржан, сен шындықты басынан білдің ғой. Бұрынғы емес, оның алдынан екеуміз айырылысып кеткеннен ажырасуға жаздым дегенде сен білдің ғой. Айттым ғой мен саған адам ұқсап. Бауырларың сенбеді маған. Вообще бауырларың сенбеді. Сен біліп соны тараттың ғой. Сен біліп тараттың. Сен мына эфирге бар ғой. Сен мені қара бет қылу үшін келіп отырдың ғой, білесің бе? Осы өзің бәрі болған, мен телефоным бұзылып, өшіп қалды. WhatsApp бәрі өшіп қалды, осы өзінің бәрі болған мен. Міне бар ғой, тұр ғой, менде сақталып тұр ғой. Сіз айтыңызшы. Нұржан, неге сонда сіз әйеліңіз айтып отыр, бәрін білді, зорлық болмаған, мен айттым деп отыр. Бауырлар білмейді. Жоқ, біліп қойшын оған айттым ғой. Бұл жерде бауырлардың еш қатысы жоқ. Мені кінәлады. Сіз өзіңіз білесіз, кінәлі емес екеніңізді өзіңіздің. Не үшін біреуге дәлелдеуіңіз керек? Бұған мен апамдар бәрі айтшы, үлкен шешем бәрі айтты. Нұржан, сен кінәң жоқ. Енді кешіре сал қызымызды деп еді, ана жерде аттаңдап, айғайлап, шешемнен, әкемнен боқтап, сөйтіп өзі шығып, неше рет сөйтіп шығып кетіп жүрді. Сонда енді сіз зорлау болмаған біле тұра, енді сіз досыңыздан кек алғыңыз келе ме? Жоқ. Жоқ, бұл алдында қызын алып кетпес бұрын менің әкеме барыпты да. Өсіп айтып, сен қызыңды қара бет қылам, мен елге масқара қылам деп айтып. Үйтіп айтқан жоқ міне. Қойшы, Нұржан. Үйтіп айтқан жоқ міне. Нұржан, сізден де қателіктер кетті, рас. Оны мойындау керек. Мойындаймын, мен бірақ үйтіп айтқан жоқпын. Бірақ енді 3 бала бар, осыдан кейін кішкене өзгеріп, әйеліңізге деген қарым-қатынасыңызды өзгертіп, балаларға деген арасында қыдыртып, саябаққа апартып, әйеліңізге көңіл бөліп, киіміне ақша бөліп, кішкене ол да әйел ғой, сіздің алдыңызда сіз үшін құлпырып, әдем болып жүрсе. Маған айтыңызшы, сізге жаңағы жігіт бар ғой, машинамен келді ғой. Сол кезде ол мас күнемдік жағдайда болды ма? Мас болды. Мас болды, иә. Ол сізді жыныстық қатынасқа түскен кезде күштеп түсірді ма, жоқ па? Иә, жоқ. Басында күштеді, одан кейін басында болды. Қысқасы айтқанда күштемеген ғой. Басында күш көрсетті де, бірақ аяғында ондай болған жоқ. Иә, бір-ақ рет болды. Яғни сіз байқамай түсіп қалдыңыз ба жыныстық қатынасқа? Иә. Ол қалай сонда байқамай деген кома состояниеда болған жоқ? Жоқ, мен сізге былай айтайын, байқамай түсіп қалды десе, бұл жерде қылмыстық іс жоқ. Жоқ, ол байқамай деген нәрсені мен вообще түсінбеймін. Ол не нәрсе ол? Неге алды? Жас бала емес пе алдын? 3 баланың анасы ғой. Сізге ол қандай уәделер берді ма? Ешқандай уәде берген емес. Жоқ, тұрыңыз, сұрап көрейік. Қандай уәделер берді? Уәде берген жоқ, просто ол маған сен жақсы көремін, ана әйелін жақсы көрмеймін деп мен қой дедім. Екеуміздің сенде де әйелің бар. Әйел бала шағасы бар, менде де 3 балам бар. Мен ертең әке шешем білсе ұят болады. Мен білдім ғой Нұржанның мінезін. Бірден таратып тастайтын. Ол білсе бір кетеді елге деп адам құсап айттым. Одан кейін адам құсап телефонмен жазып жібердім де блокқа салып тастадым. Ол звондай берді, скрытныймен звондап, басқа номермен де звондап сөйтіп жүрді. Түсінікті ғой. Сосын сіз осы жыныстық қатынасқа түсіп болғаннан кейін не істедіңіз ары қарай? Сіз білесіз, кешке мысалы күйеуіңіз келеді деген сияқты үйде. Бұл жоқ болған үйде. Мен ертең әке шешем білсе ұят болады. Мен білдім ғой Нұржанның мінезін. Күйеуім күн бермеді. Айжан Оңалхан, күйеуімнен қорлық көрдім, өзге еркектен пана таптым дейді. Ал оның күйеуі, келіншегімді көрші досым қорласа да, отбасымды бұзбаймын, әйел бала шағамды қайтарғым келеді деп күреспек. Бұл істің шешімі қалай болмақ? Бүгін білеміз. Мына жерде сіздің айтқан шындығыңызды, әйеліңіздің де шындығын естідік. Көп нәрсеге куә болған секілдіміз. Енді мен сізге қоятын сұрағым, студияға қандай мақсатпен келдіңіз? Меніңше сіз әйеліңізбен қайта қосылғыңыз келетін секілді. Жоқ әлде мен қателесіп тұрмын ба?
отбасын сақтау үшін келдіңіз бе осында студияға? Мен де солай түсініп отырмын. Солай. Ажыраспаймын, солай. Бірақ отбасын сақтағысы келеді. Сақтағым келеді. Бірақ сол мен бұлай айтты, зорлады деді. Ой, Нұржан. Зорлады деді. Мен соны білу үшін келдім жүргеш. Соны емес па? Сен оның бәрін айда қарашы, қанша өтіп кетсем білді ғой. Жақсы, білдіңіз. Білгеннен кейін де сіз оған дейінгі пікіріңізді өзгертпейсіз ғой, иә? Отбасыңызды сақтағыңыз келеді. Әйеліңізді кешіруге дайынсыз ғой? Кешіру керек, себебі сізден де қателік бар. Айжан, ал сіз өзіңіз? Отбасының құлдырауына енді осы жерде Нұржан, қараңызшы, ерлі зайыптының ортасына есі кеткен түседі дейді. Әйеліңіз сізге жоламай басқа диванда отыр. Мен сіздердің орталарыңызда отырмын. Осы жерде, Нұржан, сіз ер азамат ретінде алғашқы қадамды өзіңіз жасап, жұбайыңыздың қасына барып, болмағанда ең алдымен кешірім сұрасаңыз. Қошемет көрсетейік. Бұл да бір қадам. Қателесіп мен. Көп қателесіп. Нұржан, бұл сізге аманат берілген Алладан. Сіз алдыңызда анжаққа тастадыңыз, мында қылдыңыз, сосын бұл кісіге де внимание жетіспеді. Егер өмірде проблема болса, неге Құдай екеуіңізді қосып қойды? Сол проблеманы бірге шешсін деді, ал сіздер екеуіңіз екі жаққа қарап жатасыздар. Сондықтан мен ойлаймын, қыз да қателік жасады, оны біз ақтауға хақымыз жоқ, өйткені ол қателік болып есептелінеді. Егер біз бұны жай ғана жауып қоятын болсақ, ертең кез келген келіншек ойлайды, бұл жай ғана қате екен деп. Сондықтан да бұл негізінде есіңізде болсын, бұл аманатқа қиянат жасаған сіздің де тарапыңыздан бар, бұл жақтан да болған. Екеуіңіз де басында айтқам, судан таза сүттен аға емессіздер. Бірақ енді бұл кісі де отбасын, жаңа балаларды жетім қылмау үшін бұл нәрсені кешіріп отыр. Осы жерде Айжан, болмағанда балаларым үшін осы отағасымен қайта қосылам, тағы да бір талпыныс жасап көрем деп айта аласыз ба? Біз мұсылманның екені айырылысып кеткенбіз болды. Бұл жерде ең бастысы талақ айтып тастаған. Не үшін қосылғыңыз келмейді, Айжан, айтыңызшы? Ажырасып кеткенін тағы бір сырларымды айттым. Ол басында тағы елге айтып тастаған болды, маған ешкімге сенбеймін. Нұржан, бері қараңызшы. Жаман сырын айтамын деп шынын айтады дейді екен қазақ. Мен сақтаймаймын, ешқашан сыр сақтаймаймын. Уақыт керек бізге ағашы. Уақыт керек, мен әке шешемді бәрі көңіл қалды. Мен қазір жазған переписка жіберген туысқандарым бәрі қарайтын бетім қалмады. Өзім кінәлім, просто жібермеші Нұржан. Өз арамызда шешейікші дегеннен бәрі таратып тастады. Болды ғой. Кіммен қарайсаң, сонымен ағар дейді атам қазақ. Ақыры сіздер осылай бірге қарайған екенсіздер, енді неге бірге ағаруға талаптанып көрінбеске? Уақыт керек. Араларыңызда бала бар да? Айжан түпкілікті кесім сөзін айтқан жоқ қой, ең бастысы уақыт керек деді. Олай болса, сол уақыт бәріне емші және уақыт дұрыс сабақ береді, бұл отбасы қосылады деп сенейік. Және бағдарламамыздың соңында біз сіздердің 3 балапандарыңызға шешімі бар редакциясының атынан арнайы бір сыйлық әзірлеп қойған едік. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Үйдегі кішкентай 3 балапанға шешімі бар редакциясының атынан шағын да болса сыйлықты қабыл алыңыздар. Қателесіп мен. Көп қателесіп мен. Біз мұсылманның екені айырылысып кеткенбіз болды. Сыйластық болмаған жерде қимастық та қалмайды. Ал ондай үйде әрине береке, онымен бірге мереке де болмайды. Бірақ ең қиыны дәл осындай жағдай ата-ананың арасындағы ауыр қарым-қатынас балаларының өміріне қарадақ, ауыр таңба болмақ. Олай болса, бірінші кезекте балалардың болашағы үшін ойлану керек секілді. Әр сөзіңізге, әр ісіңізге мән беріп, есеп берсеңіз, осы кезде жаза баспайтын шығармыз деп сенемін. Бүгінгі осы өзіңізді және адамгершілігіңізді сақтаңыз.